Аружан маған ұнайды. Қашан? Аружанға деген менің қызығушылығым және де симпатиям бар, өйткені көзқарас ялдыртып қойдың ғой Аружан. Жоқ, Айдай ханым, дәл қазіргі таңда бар дейді саған бала. жаңа эфирде айтып өткендей, қызығушылығын мен сезіп жүрдім. Иса, көптен бері сезіміңді тұншықтырып жүрсің. Иә, өйткені бұл кинода болады ғой адамдар. Может, өткінші сезім шығар деп ойлайсың. Бірақ өтпей жатыр да бұл сезім ше. Күнде көріп жүрмін, қасында болғым келеді, бірақ үндемей жүрдім. Өзі де кішкене сезген шығар деп ойлаймын, бірақ сезім деп айтты ғой жаңа. Көрдім. Аружаннан саған адайча болды ма егер сезген болса? Білмеймін ол жағын. Бізді кесті қалмаймын. Біз жігіттер андаймыз ғой, бір кішкене бүйтіп қараса ойбайсың қалды дейтін нәрсе ғой бізде. Солай қабылдадың ба сен? Жоқ. Енді Аружан да саған көзқарастары болды ма? Бір-бірлеріне притяжение болды ма? Мен мысық сияқты көрсамыз. Мен ол менің әдейі нервыма тиеді. Біледі маған ұнамайтын. Қалай оған үміткерлер келіп жатқанда сен шыдап отырдың? Мен ол конкурент көрген жоқпын. Қызғанған жоқсың? Қызғандым, конечно, но ондай қатты кеткен жоқ, потому что өзімді білемін, самоуважение деген болады, самооценка деген зат болады. Может деген андай киіміңді сен тип ақшаң бар екен прям көрсетіп жүрсің. Андай шығар, мүмкін. Самоутверждаться ету үшін мүмкін көрсетіп жүру керек шығар енді. Маған пока в мире елдің утверждениесі керек емес сияқты. Өзім білмеймін. Негізі бай анау Форбсқа енген адамдардың өзі базы 3-4 футболкасы, 3-4 киімі болса ауыстырып кие береді дейді. Соны ше зато качественно дейді да. Жоқ, надо исправить негізі. Білмеймін, енді фейк аккаунтпен отырған адамдардың сөзі бір шектен дұрыс шығар. Енді олар өмір көрген ғой, енді сондықтан түрлерін тығылып сөйтіп жазады да енді мүмкін. Біз көрсетпеймін ғой, маска киіп жүру керекпіз ба сөйтіп. Ай-ай-ай. Қалжың, я всех вас люблю, білмеймін. Андай негативтен ішіме стағым келген жоқ дедім. Мусорка емес қой, менің деген ішкі әлемім айтып тастайын дедім. Жоқ, мен өзім тып-тыныш жатырмын да. Өзім ішімде пісіп кетті ғой деймін. Ұрысқым келіп, ұрысып жатырмын. Жоқ деймін да, нелерің бар, мен өз өмірімді сүріп жүрген адаммын. Білмеймін, мен өзім шетел аралап жүрсем де жақындарым біледі ғой. Особо бір киімге внимание қоймайды екен. Почему-то. Мне комфортно, еще бір әдетім бар. Мен бір киім ұнаса соны до конца кием. Вот, надо, может енді өмір маған қаран жақсы түсірген ғой енді. Мүмкін ақылым тыңдау керек шығар. Может, бренд киімдер қарайын ба енді. Сондай қауысу керек болды енді. Бұйыртса енді кішкене қарызым қалды. Қанша 4 миллиондай ма? Жоқ, одан аз қалды. Осылай төледім ғой. Соны шығып алайын, Алла қаласа. Міндетті түрде новый образ алып, мә деп беттерін лақтырып, негатившіктерге көрсетемін.